Қызылорда облысының тұрғындары. Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті жеке тұлғаның кірістері және мүлкі туралы декларацияны 270 нысанды ұсыну туралы челленджді жамбылдық әріптестерден қабылдап, әрі қарай жалғастыруда. Жалпыға бірдей декларациялаудың мақсаты жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін бақылаудың тиімді жүйесін құру. Мұндай жүйе көлеңкелі экономикаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған. Сондай-ақ бюджетке қосымша түсімдерін қамтамасыз етуге ықпал етеді. Жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларациясын кімдер тапсырады? 2021 жылы активтері мен міндеттемелері туралы 253 нысанды декларацияны ұсынған жеке тұлғалар күнтізбелік жыл үшін кірістері мен мүлкі туралы 270 нысан декларацияны жыл сайын ұсынуға міндетті. Жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларацияда көрсетілетін мәліметтерге есепті күнтізбелік жылда алынған кірістер, салықтық шегерімдер, мүлікті сатып алу және есептен шығару фактісі, Қазақстан Республикасының тыс жерлердегі шетелдік банктердегі банк шоттарындағы ақша, Қазақстан Республикасының тыс жерлердегі мүлік, нотариалдық куәландырылған шарт болған кезде дебиторлық және кредиторлық берешектер жатады. Кірістері мен мүлік туралы декларацияда есепті салық кезеңі ішінде келесі мүлікті, мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ құқықтары және мәмілелері мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын мүлікті, мемлекеттік тіркеуге жататын механикалық, көлік құралдары мен тіркемелер, заңды тұлғаның жарлық капиталына қатысу үлесі, бағалы қағаздар, инвестициялық алтын, туынды қаржы құралдары, тұрғын үй құрылысына қатысу үлесін сатып алуға арналған шығыстарды жабу дереккөздері туралы мәліметтер көрсетіледі. Жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларациясын қағаз тасығышта 2022 жылғы 15 шілдеден кешіктірмей, электрондық түрде 2022 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей, салық төлеушінің кабинеті Мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталы арқылы және е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша ұсына аласыздар. Жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларациясын ұсыну арқылы сіздер еліміздің өркендеуі мен экономикамыздың қарқынды даму жолында өз үлестеріңізді қосасыздар. Осы аталған бейне челленджді Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне жолдаймыз. Singing